Қоян ертегісі. Қоян күнделікті әдеті бойынша үйшігіне қашып кіреді. Әркім артына түсе бергендіктен ол қатты ыза болады. Мен әркімнен бір сескенем. Менен ешкім қорықпайды. Бүйтіп жүргенше суға түсіп өлгенім жақсы, деп суға қарай жүгіре жөнеледі. Сол-ақ екен, су жағасында жатқан қойлар зыта жөнелген қояннан үркіп, бет-бетімен тым-тырақай қаша жөнеледі. Сонда қоян ойланып қалады да: менен де қорқатын хайуандар бар екен-ау, деп көңілі жай болады. Осылайша қоян қайтадан үйшігіне оралады.